или маймылдан жаралдың ба? Конечно, сендер әйтеуір анандай да сен айтсың ересек бастарыңмен қара Нурик, сен ересек басыңмен бір ертегіге сеніп жүргеніңе күлмейсің да, бірақ 21 ғасырдың ғылымына күлесің да. А на самом деле сенің ертегің өркениетке ештеңе берген жоқ, ал ғылым сол жаңағы маймылдан жаралған деген ғылымың сенің бүкіл не айналаңдағы технология ғылымының бәрін жасап беріп жатыр да. Кімнің кімге жыртық тесікке күліпті деген, тесік жыртыққа күліпті деген әңгіме ғой. Сендер кішкене өздеріңе қарасаңдар шырттарыңнан. тоқта енді Адам сауатсыздығымен мақтанып күлгенін бірінші рет көріп тұрмын. тоқта. Мына енді сен ауа жұтып, сен осы әлемде сен тіршілік жасап жүрсің ғой, ол ненің құдіреті? Ненің құдіреті дейді? Біреудің құдіреті ме ол? Енді біреудің құдіреті ғой, енді сен ауа жұтып жүрсің. Нурик, сендер мынандай да? Нурик, қара. Сендер мына діннен тыс адамдармен сөйлеспей біртүрлі сұрақтар қоятын болып кеткенсіңдер да. Мысалы, мен саған қазір мынандай сұрақ қойсам. Мен саған түсіндіріп беремін қазір. Сұрағыңның неге біртүрлі екенін мен саған түсіндіріп беремін. Қара, Нурик, мен саған арақ ішуді қашан қойдың деген сұрақ қойсам, не деп жауап бересің? Арақ ішуді қашан қойдың? Ішуге болмау үшін, денсаулығыма зиян болған үшін қойдым. Жоқ, қашан қойдың сен? Алқаштықты қашан қойдың десем? Мен алқаш болған жоқпын, просто іштім. Дұрыс па? Дұрыс па? Енді қара, мен бірінші бұл сұрағым не үшін қате? Ұсталып қалдың, бұл сұрағым не үшін қате? Егер мен сені олай сұрамай тұрып, бірінші былай сұруым керек. Нурик, сен арақ ішесің ба деген сұрақ қоямын да. Содан кейін барып арақты қашан қойдың деген сұрақ тұрады. Әйтпесе мен сені бірінші сұрағыммен уже автоматически ол сұраққа сен жауап берсең алқаш болып қаласың. Сондықтан да мен сенің қоятын жаңағы құдіретті кім берді деген сұрақ ол дұрыс емес. Біреу берді деген жауап жоқ. Мен саған құдіретті деп жатқан жоқпын. Мен саған ауаны кім деген сұрақ қойып жатсың да. Тура сол сияқты жаңағы қашан наркоман болдың деген сияқты сұрақты. Ондай емес. Сен алдымен бұл біреу беріп жатыр ма деген сұрақ, бұл қайдан келді деген, қандай деген сияқты. Вот сондай сұрақтар қойып жатыр. Мен саған элементарный сұрақ қойып жатырмын ғой. Сен ай мен күнді, түн мен күнді ұйықтап тұрып жатқаның бар дұрыс па? Или сен ұйықтамайсың ба әлде? Сенің ұйықтауың ай мен күнге байланысты ма не? Жоқ, сен түн болса ұйықтайсың ғой дұрыс па? Енді түн болмаса ұйықтамайсың ба? Жоқ, енді мен саған айтып отырмын ғой, түнде адам ұйықтайды дұрыс па? Мен саған бір қызық айтайын. Полярный день деген болады мысалы полюстерде 6 ай бойы күн тұрады. Ұйықтамай ма не ояқтағы адамдар? Ұйықтайды ғой, ұйықтайды, базар жоқ, ұйықтайды. Енді саған қара, ай мен түнді, сосын 4 нені берді жаңағы. Мезгіл ма? Мезгілдерді. 4 мезгілді кімге берген? Біреуге бермеген ба? Мысалы Антарктидада жылы 12 ай қыс, Африкада жылы 12 ай жаз. Тоқташы, соның барлығын кім беріп жатыр? Кім беріп жатыр деген сұрақ көрдің ба? Сенің сұрағың бағанағы қашан алқаштықтан қашан болдың? Өзің ойлап тапқан жоқсың ғой соның барлығын. Дұрыс па? Ладно, мен саған тура сол сияқты сұрақ қояйық сонда саған. Сен наша шеккенді қашан қойдың? Мен жаңағы ештеңе шеккен жоқпын ондай туралы. Өйтіп секірмесей сұрақтан наша шеккенді қашан қойдың, жауап бер маған. Мен наша туралы ештеңе шеккен жоқпын. Жоқ, секірмесей маған жауап берсең мен сені сұрап отырмын. Қашан қойдың наша шегуді? Тоқтаса, мен наша туралы мен ештеңе шеккен жоқпын. Жоқ, қашан қойғаныңды айт деймін. Сен қалай сұрақ қойдың, мен солай сұрақ беріп жатырмын мен саған. Жоқ, қашан қойғаныңды айтасың ба? Қашан қойғаныңды айтасың ба, айтпайсың ба? Бауырым. Көрдің ба, Нурик? Бұл сұрақтың жауабына сен қалай жауап берсең де наркоман екендігіңді мойындап қоясың. Сол сияқты мынаны кім берді деген сұрақтың алдында сен мынаны біреу берді ма деген сұрақ қойсайшы алдымен. Бауырым, сен қазақсың ба өзі? Қалай түсінбейсің? Сен қазақсың ба өзі? Қазақпын деп айтып жатырмын ғой енді. Сен қалай қазақ болып туылдың? Не үшін қалай қазақ болып туылдың? Неге қазақпын деп өзіңе сенімді айтып жатсың, айтшы? Неге қазақпын деп білмеймін, бұл қоғам сөйтіп айтты ғой маған қазақсың деді. Қалай білмейсің сен енді қазақпын деп айтып жатсың ғой, қалай білмейсің сен? Қалай өзіңе сенімді айтып жатсың? Айтып отырмын ғой, айналам маған сен қазақпын деп жатсың да, қалай өзіңе сенімді айтып жатсың сен? Енді айтып отырмын ғой. Себеп не болды? Тыңда, маған бүйтіп айтты. Сен Қазақстан деген елге туғансың. Сенің тілің қазақ тілі. Сенің тілің қазақ тілі. Сен осы елдің азаматысың. Сенің дәстүр салтың бар, қазақ деген ұлтқа тән ортақ мәдени нәрселерің бар. Сондықтан да сен қазақсың деп маған айтты. Мен сосын қазақ болып жүрмін. Неге басқа нәрсе болмайсың ал? Қайтып боласың. Сен өзің еркіңде ғой, неге басқа ұлтқа айналып кетпейсің? Просто маған нормально қазақ болып жүрген ұнайды өзіме. Ұнайды өзіме қазақ болып жүрген. Тоқта, енді бауырым, сен бар ғой, басқа адамдар бар ғой, сен миын ашыта берме да, Құдай бәлен, Құдай анау деп ше. Сен өзің өміріңді сүріп жүрсің ба, өзің өміріңді сүре берсе, басқа біреудің миын ашыта берме. Нурик, дұрыс айтасың, Нурик. Енді сен егер жігіт болсаң, сен егер сөзіңде берік адам болсаң, осы әңгімеңді қазір аласың да, бүкіл тиктокта отырған имамдарға барасың да айтасың: Имеке, сен немене адамдардың миын ашытып жүрсің, арабтың идеологиясын, арабтың дінін, мәдениетін кіргізіп бізге. Өзің сенесің ба Аллаға? Сен де отыра берсей, дұрыс па деп осыны айтып келсең, сен жігіт боласың.
болды, тоқта, сен қара, сен ол именно имамдарға айту керек та, мына жерде отырып алып бүкіл эфирге айтып отпай ше адамдарға, именно имамның өзіне айту керек та, кім араб туралы әңгіме айтып жатыр, кім арабтың атасын айтып жатыр, соларға айту керек. Сен бүкіл мына жерде адамға айтпай ше, Құдай жоқ деп. Сен кімге сеніп Құдай жоқ деп айтып жатсың сен? Сен біреуге айтып Құдай келдің бар бе, деп айтатындарға да осы әңгімең, Құдай бар дейтін адамдарға осы әңгімеңді айта аласың ба сен? жоқ, Құдай бар, бүкіл адам біледі ғой Құдай бар екенін. Керексе мына орыстар христиандардың өзі Құдай бар дейді. Болды онда. Құдай жоқ екен бүкіл адам біледі ғой мысалы. Құдай жоқ екен бүкіл адам біледі ғой мысалы. Скандинавия, Норвегия, Швеция, Япония бәрі біліп отыр ғой Құдайдың жоқ екенін. Тоқтаса, сен қазақ екенін барлығы біледі ғой, дұрыс па? Қазақ екенін бәрі білмейді. Бәрі білмейді. Адамның барлығы біледі қазақ екенін. Бұлар мені түркімен деп ойлайды. Ашытпа сен, миды ашытпа сен адамды. Серьезно айт, конкретно айтамын сен. Сен қайталап отқан адамсың, или біле бір адамдардың миын ашытып отқан адамсың да. Нурик, сен иманың азайып бара жатқан сияқты эфирден шығасың.